Здравствуйте. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін кескіндеменің екінші сабағы. Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы басты негізгі түстер. Және сондай-ақ түстерді араластырып отырып жаттығулар орындаймыз. Балалар, болашақта сіздер мынадай натюрмортты жазу үшін сіздерге арнайы акварель бояуының негіздерін үйреніп және түстерді араластыру қажет болады. Түстік шеңберге қарай отырып, негізгі түстерді басты үш топқа бөліп қарастыруға болады. Бүгін біздер басты үш түстің жіктемесін білетін боламыз. Бұл бірінші қызыл, онан кейін сары түс және көк түсті көріп тұрмыз. Ал енді балалар, алдарымызда Наталья Пузанованың «Қаладағы 1000 кемпірқосақ» атты кітабын көріп отырмыз. Мен сіздерге шағын ғана тарихты айтып берейін. Ертеде бір суретші өмір сүріпті. Суретші әсем ертегі қаланы бейнелепті. Барлық бейнелеген қалалардың ішінен бұл қала ерекше бояуларға толы болыпты. Кешқұрым суретші шеберханасынан шықса, осы уақытта аспанда қатыгез сұры сиқыршы ұшып жүріпті. Бұл сұры сиқыршы дүниедегі жарқын түстерді жақсы көрмепті және суретшілерді ұнатпапты. Сиқыршы суретшіден тек қана үш бояуды ұрлап кетіпті. Балалар, сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл қандай бояулар екен? Әрине балалар, бұл негізгі басты түстер екен. Бұл суретшінің қызыл түсі, сары және көк түстер. Осы түстер арқылы суретші барлық бояудың, барлық әлемнің түстерін жасайтын болған. Суретші өзінің шеберханасына келсе, оның туындысындағы ертегі қала бейнесі сұры болып жоғалып кетіпті. Бүгін балалар, біздер мынадай қызықты жаттығулар орындаймыз. Басты үш түстен алынған түстерді араластыра отырып, жаңа әртүрлі түстерді іздейтін боламыз. Сонымен балалар, біздердің жаттығуды орындау үшін бізге осындай құралдар қажет болады. Бұл акварель бояуы, қылқаламдар, жай қарандаш, түс тапқыш және ақ қағазды аламыз. Балалар, әрқашанда кәсіби құралдармен жұмыс жасауымыз керек. Және де әрқашанда түс тапқышты қолдануды ұмытпауымыз қажет. Бүгінгі жұмыс барысында басты негізгі үш түсті қолданамыз. Ендігі кезекте көріп отқан мысалдағыдай жұмыс жасаймыз. Біздер басты түстерді араластыру тәсілін үйренеміз. Бірінші түс бұл сары түс. Оның қасындағы қызыл түсті аламыз. Осылай қылқаламның көмегімен дөңгелек жасап, және осы жерде қосу белгісін қою арқылы енді әрі қарай тағы да сары түсті дөңгелектер жасаймыз. Енді мұған қызыл түсті араластырамыз. Жақсылап қылқаламның
ұштарымен араластырып, немесе ұстапқышта араластыра отырып, осы екі басты бояудан әрине қосымша сарғыш түсті аламыз. Келесі қызыл басты түсті аламыз. Оған басты көк түсті қосу арқылы әрине ұстапқышпен жұмыс жасаймыз. Және біздерде қызықты күлгін түс пайда болды. Әр қарата қосу және теңдік белгілерін қоямыз. Енді көк түсті аламыз. Көк түсті қағаз бетінде бейнелеу арқылы оған басты сары түсті қасына белгілейміз. Және ұстапқышта екеуін бір-бірімен мұқият араластырамыз. Және балалар, мұнда бізде де өте қызық жасыл түс пайда болды. Әрине тағы да қосу теңдік белгілерін қоямыз. Енді түстермен қызықты араластыру арқылы жаттығу жасаймыз. Қызыл түсті алып отырып, оған жасыл түсті қоямыз. Қызыл мен жасылды ұстапқышта араластыра отырып, келесі біздің түс бұл қоңыр түсті алатын боламыз. Осындай мысалдарға көптеген бояуларды іздеуге болады. Және оның өздерінің қиялдарын біледі. Әрине сары түсті қоңырмен араластыру арқылы. Осылай балалар, біздің басты үш түсімізден бір-бірінен араластыру арқылы қосымша түстер пайда болды. Әрине балалар, сіздер басты түсті қызыл, сары, көкті араластырып та қоймай, қосымша шыққан түстерді бір-біріне араластыру арқылы өз бояуларыңызды түрлендіресіздер. Осымен біздің екінші сабағымыз аяқталып келеді. Мінекей осындай біздерде сәтті жаттығу орындалады. Әрине сіздер өздеріңіздің шығармашылық ой қиялдарыңызға байланысты түрлі қызықты дүниелерді жасауларыңызға болады. Бұл қызыл құрт түріндегі жасалған басты түстерге жаттығу. Әрине жеміс жидектерден, көкөністерден әртүрлі өздеріңіздің қиялдағы жұмыстарыңызды орындай аласыздар. Бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.